Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып plural forms of nouns, яғни зат есімнің көпше түрі. Қазақ тілінде көпті ұғымды тар тер, дар тер, лар лер жалғаулары білдіреді, иә. Бірақ ағылшын тілінде зат есімнің көптік мағынасын білдіру үшін зат есімге s, es жалғауын жалғаймыз. Зат есім дегеніміз білеміз, иә, барлығымыз заттың атын білдіреді және кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Ағылшын тілінде тура солай кім, who, не, what деген сұраққа жауап береді. Мысалы, she is a teacher. Я, ол мұғалім. Who is she? Who is she? Кім? Яғни, ол мұғалім. Мұғалім деген сөз бізде зат есім. This is a marker. Мынау маркер. What is this? Мынау не? Яғни маркер деген зат есім. This is a marker. Окей, енді осы сөздерді қалай көптік түрге айналдырамыз? Ағылшын тілінде зат есімні көпше түріне айналдыру үшін зат есімге s жалғау жалғаймыз. Негізі зат есімді көпше түрге айналдырудың бірнеше жолдары бар. Оны қазір барлығын айтып беремін сіздерге. Бірінші жолы зат есімге s деген жалғау жалғаймыз. Мысалы, a book, two books. A picture, 3 pictures. A teacher, 2 teachers. Окей, бұл бізде бірінші жолы. Келесі. Егер зат есім s, ss, ch, tch, sh, o және x әріптермен аяқталатын болса, зат есімнен кейін es жалғауын жалғаймыз. Мысалы, a bus, 4 buses. A dress, 3 dresses. A coach, 2 coaches. A watch, 4 watches. A dish, dishes. A box, 6 boxes. A potato, 4 potatoes. Бірақ, егер зат есім о әріппен аяқталса, ағылшын тілінде кейбір зат есімдерден кейін, кейбір халықаралық терминдерден кейін тек қана s жалғау жалғанады. Мысалы, a photo, 4 photos. A radio, 2 radios. A piano, 5 pianos. Келесі жолы соңғы әріпі f әріпімен аяқталатын зат есімдерге f әріпі v әріпіне ауысып, оған es жалғау жалғанады. Яғни f пен аяқталса, ves деген жалғау жалғаймыз. Мысалы, a shelf, 2 shelves. A leaf, 2 leaves. A knife, 4 knives. Окей, келесі. Тағы да ескерту. F әріпімен аяқталатын кейбір зат есімдерге тек s жалғау жалғанады. Мысалы, a safe, saves. A cliff, cliffs. A roof, roofs. Келесі жолы, егер зат есім y әріпімен аяқталса, сонымен қатар y әріпінің алдында дауыссыз дыбыс болатын болса, y-ды i-ға айналдырамыз, сосын барып es жалғауын жалғаймыз. Мысалы, a city, cities. Y-ды i-ға айналдырамыз, сосын es жалғаймыз. A nationality, nationalities. A dictionary, dictionaries. Келесі, естеріңізде болсын. Егер y әріпінің алдында дауысты дыбыс болатын болса, ол зат есімді көпше түрге айналдыру үшін тек қана s деген жалғау жалғаймыз. Дауысты әріпті білеміз, ағылшын тілінде 5 қана дауысты әріп бар. A, E, O, U, I. Егер y дыбысының алдында осы әріптер болатын болса, онда тек қана соңына s жалғаймыз. Мысалы, a day, 4 days. A toy, 4 toys. A monkey,
5 monkeys. Бірақ ағылшын тілінде кейбір зат есімдер бұл ережелерге мүлде бағынбайды. Яғни бұл ережелерге бағынбайтын сөздер бар, оны тек қана жаттап алуларыңыз керек. Мысалы, a man, man, a woman, women, a food, feed, a tooth, teeth, goose, geese, a child, children, a person, people, an ox, oxen, a mouse, mice, deer, deer, ship, ship, a fish, fish. Қараңыздар, соңғы үш сөз бар ғой, deer, ship, fish. Бұлар өзгермейді. Үшеуі де бірдей айтылады. Окей, барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта көріскенше.